Ким Су Хённың жаңа дорамасы. Ким Су Хёнға байланысты үлкен дау-дамай болып жатқан көпшілігіңіздер білесіздер деп ойлаймын. Ол туралы мен 5 минуттық видео шығарған едім. Көптеген қаралым жинады. Енді Ким Су Хённың дорамасы шыға ма, немесе шықпай ма, не нәрсе жасайды оған байланысты ешкім білмейді. Disney Плюсте шығу керек, енді Disney Плюс кейін барып айтатын шығар. Дегенмен де Ким Су Хён осы дорамасы үшін өте үлкен қаржы алған еді. Сонымен дорама не туралы? 1997-2000 жылдар аралығында үлкен дағдарыс орын алады Кореяда. Сол жерде алаяқтар сол дағдарыстан да күн көреді. Сон Джон, ол Ким Су Хённың сомдаған рөлі, соның кейіпкері, сол ірі компанияда жұмыс жасап жүреді, болашағына нық сенімді, алайда дағдарысқа байланысты жұмыстан шығуына тура келеді. Содан ол контрафактілік тауарлармен сатумен айналысып бастайды. Бұл енді бір жалған бұйымдар, бұйым деп сатады, алайда бұл ешқандай да, мысалы алтын деп сатады, ешқандай да ол алтын емес. Сондаймен айналысады. Өз бизнесіне қаржы табу үшін ол үлкен порталдың директоры өзінің досынан көмек сұрайды. Ал оның досын актер У До Хван сомдайды. Ал оның алғашқы махаббаты керісінше осы контрафактілік тауарлармен күреседі, кеденде жұмыс жасайды. Сонымен сондай жағдайда өзінің алғашқы махаббатымен кезігіп қалады. Оның алғашқы махаббатын актриса Чо Боа сомдайды. Басты рөлде Ким Су Хён мен Чо Боа болса, ал қосалқы рөлдерде Ким Нам Гиль, У До Хван сияқты, Кон Нара сияқты танымал актерлер сомдайды. Дораманың аты «Подделка».